Сәлем достар, бүгін біз сіздермен дастарханда өте әдемі көрінетін дәмді салаттар жасаймыз. Баклажанды жақсылап жуып алғаннан кейін осылай турап аламыз. Бір жұмыртқаны жақсылап араластырып, видеода көрсетілгендей панировочный корейский сухариге барлығын батырып аламыз. Жұмыртқаға және де панировочный сухариге аунатып, барлығын жасап алғаннан кейін духовканың листіне пергамент қағазын төсеп, барлығын орналастырып аламыз. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Қызарғанша ұзақ ұстаудың қажеті жоқ, себебі баклажандарымыз ұзақ тұрған сайын қатып қалады. Осылай дайын болған баклажанның үстіне бір қасықтан шиті май құйып аламыз. Құйып болғаннан кейін барып духовкаға салып пісіреміз. Ішіне жағатын начинкасын дайындаймыз, яғни майонездің үстіне теркадан чесногымызды өткізіп, жақсылап араластырып аламыз. Духовкадан пісіп шыққан баклажандарымызды суытып, помидорымызды турап аламыз. Жаңағы дайын болған майонездерді баклажандарға жағып, жарты қасықтан жақсаңыздар жеткілікті. Ішіне осылай салатын листпен бірге ораймыз. Дастарханда өте әдемі және ерекше көрінеді. Болмаса укроп немесе петрушка салсаңыздар да болады. Бірақ салатын листпен өте әдемі көрінеді. Барлығын дәл видеодағындай жасап аламыз. Өзінше дастарханға ұсынсаңыздар да болады, немесе ассортидің қасына қойсаңыздар да өте әдемі көрінеді. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кезекте цезарь салатын жасаймыз. Ең алдымен филемізді жақсылап маринаттаймыз. Филенің үстіне осылай тәтті қызыл бұрышты паприканы, яғни жақсылап жағып алып, және үстіне сұйық майды құйып аламыз. 1-2 қасық сұйық май құйып, жақсылап сіңдіріп аламыз. Қолымызбен осылай жақсылап жағып шығамыз. Және үстіне соевый соус 1 чайный ложкадай құямыз. Оны да жақсылап сіңдіріп жағып аламыз. Жағып алғаннан кейін осындай фольгаға орналастырып, майы сыртқа ағып кетпейтіндей, осылай жан-жағын бекітіп, үстіне тағы да 1 қасық шиті май құямыз. Себебі филе өте құрғақ болады. Сол піскен кезде құрғақ болып қалмас үшін осындай шиті май құйып жібереміз үстіне. Және де сухарин дайындап аламыз. Булка хлеб, доха хлеб барлығы бола береді. Осылай 4 бұрыштап турап, духовкада пісіріп аламыз. Суығаннан кейін барып, барлығына видеодағындай чеснок жағып аламыз. Келесі кезекте айсберг салатымызды жақсылап жуып, осылай қолымызбен үлкендеу етіп барлығын турап аламыз. Қолмен тураған өте әдемі көрінеді. Үстіне майонезімізді саламыз, және де тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Пісіп шыққан филемізді видеодағындай турап аламыз. Суытып кессеңіздер өте әдемі кесіледі. Мен мұнда сәл ыстықтау күйінде кестім, бірақ суытып кескен өте әдемі болып көрінеді.
Осындай жан-жағында кесіліп үгітіліп кеткеннің барлығын капустамыздың үстіне саламыз. Айсберг капустасын немесе салатный лист және де пекинский капустада қолдансаңыздар болады. Және де осы капустамыздың ішіне помидорды турап саламыз. Ішіне көп тураудың қажеті жоқ, себебі бетіне сәндеген кезде бетіне саламыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін салаттарымызды жинаймыз. Осылай барлық капустаны әдемелеп көтеріп тарелкамызға салып шығамыз. Шет-шеттеріне филемізді салып әдемелеп сәндеп аламыз. Осылай орналастырып алғаннан кейін барып, помидорларымызды турап, оны да әдемелеп сәндеп шығыңыздар. Кез келген дастарханның сәнін ашады және де барлық кісілерге ұнайды. Бұнда бөдененің жұмыртқасын қолдансаңыздар да болады. Осылай жұмыртқаны да қойып сәндеп аласыздар. Дайын болған жаңағы сухариларымызды бетіне қойып шығамыз. Және де бұның бетіне сыр сеуіп қойсаңыздар да болады. Және де үшінші салатымыз бұл баклажаннан острый салат. Өте дәмді салат, жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен баклажанымызды жақсылап сыртын ашып аламыз. Радугата резец етіп. Дәл видеодағындай ашсаңыздар болады. Негізі қабығын ұнатпаймын десеңіздер, толық ашсаңыздар болады. Және баклажандарымызды үлкендеу қылып кесіп аламыз. Осы бөлек ыдысқа салып алыңыздар. Және де келесіде перецтерімізді кесіп аламыз. Баклажанымызды кесіп алғаннан кейін барып, осылай бір қасық кукурузный крахмалды салып араластырып аламыз. Және де пияздарымызды кесіп аламыз. Үлкендеу кессеңіздер, туралса әдемі көрінеді. Және де барлығын қызып тұрған майда кезек қуырып аламыз, яғни бөлек-бөлек. Осылай араластырып отырып қуырып аламыз, қызарғанша. Қатты пісіріп жіберудің қажеті жоқ. Келесіде перецтерімізді салып, оны да қуырып аламыз.
келесіде осындай баклажанымызды салып қуырамыз. вилкамен араластырып, барлық шеті қызару керек. Барлығын қуырып алғаннан кейін салаттарымызды жинаймыз, яғни жаңағы перецімізді, қуырылған баклажанымызды және пиязымызды салып, оның үстіне помидорымызды турап аламыз. Бір зубчик чеснок турап аламыз, теркадан өткізіп. Және мен мұнда укроп пен петрушка турадым. Егер ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Және де ащы қызыл бұрыш, соевый соус, кристаллик және де тұз саламыз. Барлығын татымына қарай. Және де жақсылап араластырып, ұсына берсеңіздер болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Жақындарыңызға бөлісіп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, ерекше салат. Өте тойымды.